Сәлеметсіңдер ме балалар? 3-ші сынып қазақ тілі пәні 120-шы сабақ мәтін және сөйлем тақырыбын жалғастыратын боламыз. 5-ші тапсырма мәтінді оқы. Анаға құрмет. Аналар күні қарсаңында біздің отбасымыздағы балалардың үлкені Асқар аналар күні жақын қалды. Анамызға сыйлық даярлайық деп ұсыныс жасады. Анамызға беретін сыйлықты өзіміз қолдан жасайық дедім. Асқар мектеп шеберханасынан үлкен қондырғы жасап әкелді. Мен оған ақ мата керіп, оның ортасына күннің суретін салдым. Маржан мен салған сурет бойынша кесте тікті. Бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің ортасына анамыздың суретін орналастырдық. Суреттің астына мен «Ана біздің күніміз» деп әдемілеп жаздым. Аналар күнінде ерте тұрып үй жинадық. Маржан тамақ дайындады. Біз анамызды дастархан басына шақырдық. Анашым, мерекеңіз құтты болсын дедім күлімдеп. Біз сізді жақсы көреміз деп Асқар анамызды құшақтады. Маржан сыйлығымызды ұсынды. Ананы құшағымызға алып сүйдік. Мәтіннің авторы Әдібай табылды. Ал енді балалар, мәтін мазмұны бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Аналар мерекесі қашан тойланады? Мамыр айының 2-ші жексенбісінде ресми түрде аналар күні аталып өтеді. Аналар күні әлемнің көптеген елдерінде анаға құрмет көрсетіп, оның мейірімі мен қамқорлығы үшін алғыс айту мақсатында атап өтілетін маңызды мереке. Мәтін кейіпкерлері аналарына қандай сыйлық дайындады? Өзің анаңа қандай сыйлық жасайсың? Балалар аналарына өз қолдарымен сыйлық жасады, балалар? Яғни бүкіл ғаламға сәулесін таратып тұрған күннің бейнесін кестелеп тігіп, оның ортасына аналарының суретін орналастырып, осылайша аналарына сыйлық жасады. Ал сендер қандай сыйлық жасайсыңдар? Өздерің ойланып көріңдерші, осындай өз қолдарыңмен сыйлық жасау қолдарыңнан келеді ме? Мамыр айының 2-ші жексенбісі аналар мерекесі дедік, балалар. Мінекей санаулы күндер ғана қалды. Сол үшін де осы кезден ойланып, сендер де аналарыңды ерекше сыйлықпен қуантуға әрекет жасаңдар. Мәтіннің анаға құрмет деп аталу себебін дәлелде. Мәтінде балалар аналарын мерекесімен құттықтап, сыйлық жасады, құрмет көрсетті. Сондықтан осылай аталған. Мәтіннен қаратпа сөзі бар сөйлемді тауып жаз. Мәтіндегі қаратпа сөзі бар сөйлем «Анашым, мерекеңіз құтты болсын» деген сөйлем. 6-шы тапсырма өлеңнің тиісті тыныс белгілерін қойып көшіріп жаз. Ана біздің күніміз, үтір, ананың біз гүліміз, леп белгісі, ұландарды қуантып, үтір, ұзақ өмір сүріңіз, леп белгісі қойылып тұр. Мінекей балалар осылай тыныс белгілерін дұрыс қойып, өлеңді көшіріп жазамыз. Өлеңнің авторы Әбдібай табылды. 7-ші тапсырма ашық хат мәтіні бөліктерінің сұрағы мен сөзін сәйкестендір. 1-ші кімге арналады? 2-ші немен құттықтайды? 3-ші қандай тілек жазылады? 4-ші тілек білдіруші кім? Ашық хат жазу үшін балалар осы сұрақтарды мұнда берілген бөліктермен сәйкестендіруіміз қажет. 1-ші ашық хат кімге арналады? Кімге арналатынын қаратпа сөзбен жазамыз. Мысалы, қымбатты досым, аса қадірлі анашым деп. 2-ші немен құттықтайды? Қандай мерекемен құттықтайтынымызды жазамыз. Мысалы, туған күнімен немесе қандай да бір мерекемен құттықтайтынымызды жазамыз. 3-ші қандай тілек жазылады? Ол жерге мысалы денсаулық, күш қуат, өмір тілеймін деп сол тілек жазамыз. 3-ші бөлігі осы. 4-ші тілек білдіруші кім? Ізгі ниетпен деп балалар өзіміздің атымызды жазуымызға болады. Туыстарыңа немесе досыңа ашық хат жаз. Жазған ашық хатың туралы жұбыңмен ой бөліс, өзара тексер. Олай болса балалар ашық хат жазып көрейік. Қымбатты анашым, туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, күш қуат, ұзақ өмір тілеймін. Ізгі ниетпен Жанар. Немесе достарыңа жазып көріңдер балалар. Қымбатты досым, сені туған күніңмен құттықтаймын. Саған мықты денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір тілеймін. Барлық армандарың орындалсын.
ізгі ниетпен досың деп балалар өздеріңнің аттарыңды жазуларыңа болады. 8-ші тапсырма суреттер бойынша сөйлемдер құрастыр. Мұнда балалар бірінші суретте анасына гүл сыйлап тұрған ұлды, ал екінші суретте көшеде алмасыны жинасып тұрған ұлды көріп тұрмыз, Олай болса, осы суреттер бойынша сөйлем құрастырып көрейік. Айсұлтан анасына гүл сыйлады. Омар апайға көмектесті. Сөйлемдерді жай сөйлем түріне және сөйлем мүшелеріне талда. Бұл сөйлемдер жайылма сөйлемдер. Себебі бұл сөйлемдерде тұрлаулы мүшеде, тұрлаусыз мүшеде бар. Мысалы, Айсұлтан кім? Бастауыш, гүл не? Бастауыш болып тұр. Ал сыйлады баяндауыш, анасына сөзі тұрлаусыз мүше болып тұр. Келесі, Омар кім? Бастауыш. Көмектесті не істеді? Баяндауыш, апайға тұрлаусыз мүше болып тұр. Сондықтан да бұл сөйлемдерді жайылма сөйлемдер деп атаймыз. Мінекей балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге барлық тапсырмалар түсінікті болды деген ойдамын. Балалар, келесі жаңа сабақта жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.